реанимациясын, яғни адам клиникалық өлім жағдайында немесе қарапайым тілмен айтқанда адам талып және ес-түссіз жатқанда қалай көмекке беруге болады? Бірінші айналамызға қарап, біздің өмірімізге қауіп төніп тұрған жоқ па қараймыз. Егер қауіп төнбей тұрса, науқастың жанына келеміз. Келіп, иығынан қағуымыз керек. Кешіріңіз. Не болды сізге, мырза? Кешіріңіз, сізге не болды? Жауап бермесе, яғни науқас ес-түссіз деген сөз. Одан қарай, ары қарай жалғастырамыз. Науқастың кеуде қуысын ашып, науқаста тыныс бар ма, жоқ па тексереміз. Құлақпен тыңдап жатқанда көкірек қуысына қараймыз. Одан ары қарай, яғни науқастың мына үлкен магистральды тамырынан, каротидті артериядан, яғни пульсацияны тыңдауымыз керек, сезуіміз керек. Егер осы үш көрсеткіш болмаса, біз жүрек өкпе реанимациясын бастауымыз керек. Және телефонды алып, жедел жәрдемге қоңырау шаламыз. Одан кейін бастаймыз, яғни жүрекке тік массаж жасаймыз. 30 рет. Тереңдігі 5-6 см болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одан науқастың, яғни өкпе жолдарын ашып, басын артқаға шалқайтып, мұрнын жауып, яғни 2 рет науқасқа ауа береміз. Ары қарай осылай жалғастырамыз. Яғни 30 жүрекке тік массаж және 2 рет ауа беру, ол бір цикл деп аталады. Осы циклдан 5 жасасаңыз, ол период деп аталады. Сол әр 5 циклдан кейін науқасты пульсын тексеріп, бетінің өңіне қараймыз. Егер пульсы қайта қалпына келсе, яғни науқасты біз аман алып қалдық деген сөз.